сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, біз сіздерге ең жақсысын жеткіземіз. Ал ендеше бастадым. Блогерлер хиджаб кигені үшін бір жерден ақы алады деген әңгіме тарап жатыр. Муфтият осы жөнінде не дейді? Хиджаб мәселесі, яғни орамал тарту, балағатқа жеткен әйел баласына парыз болғандықтан, бір нәрсені жарнамалау немесе басқа ретінде ақша төлеп, орамал тартқызды дегені біз естіген жоқпыз. Әр мұсылманның, яғни әйел баласының орамал тартуы өзінің шын ықылас ниетімен болатын нәрсе. Өйткені ол парыз деп айтылған, деді КМДБ төрағасының кеңесшісі Кенжетай Дүйсенбаев. Ол шама келсе, мұндай мәселені қозғамаған дұрыс деп кеңес берді. Дәлелденбеген нәрсе болғандықтан, шариғаттамызда, қазақтың әдет-ғұрпында да осындай әңгімені айтуға және де таратуға болмайды, дейді Кенжетай Дүйсенбай. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.